Сигара бөрек дайындаймыз. Мен сырмен жасадым. Осындай болып шықты. Алдымен суға тұз, май және жұмыртқа салып араластырамыз. Осы суымызбен қамыр илейміз. Біздің қамырымыз орташа жұмсақ қамыр болады. Оны жақсылап илейміз 10 минуттай шамасында. Пакетке салып демалдырып қоямыз. Оны 4-ке бөлеміз. Осындай жұмсақ болады бізде. 4-ке бөліп, пакеттің бетін жауып, біреуін екі жайман алып, осылай жайып шығамыз. Біз жайғанда ұн мен крахмалды араластырып жаямыз. Сол кезде арасы жабыспайды. Екеуін бірге жаямыз. Арасына қайта крахмал сеуіп отырамыз. Ең соңында крахмалды щеткамен түсіріп тастасаңыздар болады. Осылай сыр салып ораймыз. Ең соңында ұш жағынан сулап жібереміз. Сол кезде жабысып қалады, ашылмайды. Оны орташа майда қуырып аламыз. Ас болсын.